Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті мемлекеттік қызметті алушының бұзылған құқықтарын қалпына келтірді. Мемлекеттік қызмет алушы тұрғын үй көмегін тағайындау мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін Жезқазған қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жүгінген. Бөліммен 2024 жылы тұрғын үй көмегі, яғни қаржылай қолдау тағайындалған. Кейін есімді азамат департаментке шағым түсіріп, қызмет көрсету барысында тұрғын үй көмегін көрсету қағидаларының талаптары мен нормаларының сақталмағанын мәлімдеген. Нәтижесінде азамат иенің бұзылған құқықтары толықтай қалпына келтірілді. Яғни 89.563 теңге көлемінде тұрғын үй көмегі тағайындалды. Сондай-ақ департаментпен жүргізілген сыртқы талдау нәтижесінде Жезқазған қаласының білім бөлімімен жетім баланы немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы асырап алуға байланысты бір жылғы ақшалай төлемнің тағайындалуы, қайтарылуы және мөлшері мемлекеттік көрсетілетін қызметі бойынша қызмет алушыға тапсырысты тұрғылықты мекен жайына жіберу қажет деген себеппен негізсіз бас тартқаны анықталған. Қызмет алушы заңнамада көзделген бір жылғы ақшалай төлем алу құқығынан шектелген. Департаменттің жеделден қою шаралары нәтижесінде қызмет алушының құқығы қалпына келтіріліп, 294.900 теңге көлемінде бір жолға ақшалай төлем тағайындалды. Көрерменге құлақ қағыз, егер мемлекеттік қызмет көрсету барысында заң бұзушылықтарға тап болсаңыз, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаментіне жүгінуге болады. Әрбір өтініш қаралып, тиісті шаралар қабылданады. Гүлмарат Қызайдос Өмірбекұлы, Ұлытау телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықта жүздескенше.